Жүсіп пайғамбар мен Зылиқа қиссасы. Жақып пайғамбардың 12 ұлы болды. 11-ші ұлдың аты Жүсіп еді. Ол елден ерекше, жұрттан өзгеше жан екен. Оның 7 қасиеті болыпты. Түс жориды, мұнтаздай таза жүреді, ақ жарқын, сабырға берік, кешірімді, қанағатшыл, асқан сұлу. Әуелден ақырға дейін өмір сүретін кісі баласының ішінде сыр сымбаты Жүсіпке жетер бекзат ер болмаған және болмайды деседі. Тәңірі тағала өзінің сұлулық сипатынан бір тамшыны бөліп алып 100-ге бөледі. Оның 99-ын Хауа-анаға дарытады. 18 мың ғаламда Хауадан асқан әдемі әйел болмаған. Қалған бір бөлігін және 100-ге бөліп 99-ын Жүсіпке шашады. Одан қалған бір тамшыны тағы да 100-ге бөледі. Оның 99-ын Хадиша, Ажар, Мәриям, Бәтима аналарымызға нәсіп етіпті. Олардан қалған бір тамшыны сансыз зәрреге бөліп, барша әйел затының үстіне шашыпты. Содан бастап әйелдер еркекке қарағанда ажарлы боп жаралады екен. Жүсіптің түр-тұрпаты сипаттауға тіл жетпес көркем, сымбатты еді. Тәңірісі өзінің сұлулық сипатынан үлес бергесін, айрықша қымбатты еді. Дидары 14-інде толған айды еске салады. Маңдайы мен самайынан шапақты нұр тарады. Көркі көрген кісінің көңілін жаулады. Жан ділін бірден баурады. Жазық маңдайы айнадай жарқырады. Кере қарыс керілгенде мәрмәрдай жалтырайды. Қос самайы күннің шұғыласындай арайланатын. Жанынан өткендер есінен адасып, аң-таң боп қарай қалатын. Көздері бейне бір пейіштің гауһары тәрізді. Бәлкім, ғауастар 7 қат теңіздің түбінен теріп шығарған жауһар сияқты. Мөп-мөлдір әрі тұңғиық қырағы. Жүздескен жанның жүрегіне сыр құйып тұрады. Бір қараған жан арбалып, жанарына сүңгіп кететін. Ақылынан айырылып, заматта мүлгіп кететін. Шашы жібектей желбіреп көрінгенде, райханның жұпар иісі аңқитын. Иіскеген жан мас болып, бейне бір көкте қалқитын. Жүзіне назар салған әйел есінен танды. Ғашық боп күйіп жанды. Аш-жалаңаш пақырлар оны көргенде аштығын, сырқаулар кеселін ұмытып кететін. Сол үшін Жүсіп те ажарын ұдайы пердемен көмкеретін. Жүсіп сабырлы һәм байсалды болып өсіп келе жатты. Әр істі ақылмен тоқып, жүрекпен пішетін. Әкесі 11 ұлым бір төбе, Жүсібім бір төбе деп оны көз қарашығындай қоритын. Пайғамбарлық тізбекті бір жалғаса, осы Жүсіп қана жалғар. Оның ақыл парасаты жетеді, деп сенді. Қайда барса да жанынан бір елі тастамай даналыққа баулыды. Жүсіп те әкесінің әр сөзін құлағына құйып, кеудесіне түйіп өсті. Өзі атадан 12, анадан 2 еді. Шешесі толғақ үстінде жан тапсырды. Бірақ анасыз қалса да панасыз қалмады. Жүсіп 10 жасында түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. 10 ағасымен бірге тал егіп жатыр екен. Бәрінің көшеті көгеріп көктейді, бірақ өспейді. Жүсіптің көшеті ғана алып бәйтерекке айналады. Жапырағы жайқалады. Өзге көшеттер бәйтерекке иіліп тағзым етеді. Жүсіп бұл түсін балалықпен бауырларына айтып қойды. Олар ашуланып, өтірік, өзіңді ұлықтау үшін болмаған түсті болды деп ойдан құрадың, деп Жүсіпке кейиді. Кеуделеріне күншілдіктің шоғы түсіп, бұл бала өстіп жүріп пайғамбар боп кетпесін, деп қауіптенеді. Жүсіптің түсі. Бір күні Жүсіп тағы түс көрді. Түсінде ғажап іс көрді. Салтанатты кең сарайда алтын тақтың үстінде отыр екен. Бүкіл халық оған қол қусырып тағзым етеді. Зыр жүгіріп қызметін қылады. Оң жағынан 11 жұлдыз иіліп тұрады. Сол жағынан ай мен күн тағзым етеді. Жүсіп бұл түсін әкесіне айтады.
Жақып: балам, түсіңді бауырларыңа айтпа. Ібіліс малғұн араларыңа от салып, ағайынды араз қылуы мүмкін. Менен басқа біреуге тіс жарушы болма дейді. Алайда олардың әңгімесін ас үйде жүрген қызметші әйел естіп қойып, ағаларына жеткізді. Ағаларының күншілдігі одан сайын қозып қоя берді. Оңбаған Жүсіп әкемізге жақсы көріну үшін түс көретін өнер ойлап тапты. Әйтпесе бәріміз де бір атаның баласымыз. Неге сондай ғажайып түсті біз көрмейміз? Біз ғой желдің өтінде түйенің соңында ит құспен алысып мал бағамыз. Сонда да әкеміз бізге мейірім шуағын молынан төкпейді. Жүсіп десе ет жүрегі езіліп тұрады. Астың жұмсағын бізге беріп, тонның қамқасын бізге жапса да, әңгіменің хикметін соған ғана айтады. Өткендегі санау, атамыз Ыбырайым Халиолладан қалған сәлдені соған берді. Бабамыз Ысқақтан қалған көйлекті соған кигізді. Сол баланың сәлдені көтеріп жүретіндей ақылды басы бар ма екен? Деп Жүсіппен өштесе бастады. Ұлдарының күншілдігі әкесіне терең уайым болды. Бұлар неге ынтымаққа берік емес деп оңашада қайғыратын дерт тапты. Бір күні Жақып та түс көрді. Түсінде жаман іс көрді. Жайлаудағы жалғыз отауда оңаш отыр екен. Жүсіпті қасына алып ұйықтап жатыр. Осы кезде қырдан 10 аш қасқыр шыға келіп, бұларды қоршап алады. Жақып сойылын сілтеп үлгергенше олар Жүсіпті тартып әкетті. Әкесі шарасыз халде ойбайлап қала берді. Сол кезде ғайыптан тас шайнар көк бөрі атып шығып, 10 қорқауды ту-талақай қылды. Қорқаулар баланы тастап зыта жөнелді. Кенет қара жер қақ жарылып, Жүсіп жер астына түсіп кетті де ізім ғайым болды. Жақып шошып оянды. Бірақ көңілі талайға дейін күпті болып жүрді. Кімнен күдіктеніп, кімнен сақтану керегін білмей қор болды. Себебі Жүсіптің ағалары да қулыққа басқан еді. Олар енді кеңпейіл, ақ жарқын, бауырмал бола қалды. Жылы жұмсақтың бәрін інісінің аузына тосып, оны қауіп-қатерден қорып жүргендей көрінді. Сөз арасында Жүсіптің табанына кірген тікен біздің маңдайымызға кірсін, оған тигеннің жолында өлеміз деп жиі айтатынды шығарды. Әкесінің күмәні сейіліп, ағаларына да ескіріп, ынтымақтың қадіріне жеткен екен деп сүйсінді. Жүсіптің аңға шығуы. Көктем келіп, күн жылып, жер шираған шақ еді. Жүсіптің ағалары аңға шыға бастады. Әке, Жүсіпжан қыс бойы тар үйге қамалып іші пысты. Бізбен аңға шығып, таза ауада сергісін. Қырда қыдырып, өзенде шомылсын. Жайлау жайлай білмеген, малды айдай білмейді деген. Біз сияқты түйе бақпаса да қозы бағып көрсін. Мал баққанға бітеді. Малды баға білсе, бабын таба білсе, кім біледі, құт қонып, ырыс тарып, мыңғырған малдың иесі атанар деп қызықтырды. Жақып дүниеге қызықпайтын. Байсалды пішінде. Ақмақтың мал табуға кемдігі жоқ, ақылдының мал табуға септігі жоқ деген. Жүсіп балам өте зерек. Ілімге құштар, хикметке құмар. Мұндай бала ілуде біреу туады. Зерек бала мал бағып жартпас. Қойдың емес, ойдың соңында жүріп, бар малын қасқырға алғызар. Одан да өздерің ақ сол малды көбейтіп, қолдарыңнан келсе оқуына жәрдем беріңдер деді. Оған дау бар ма әке? Болар баланың бетін қақпа, белін бу деген. Әрине, Жүсіптің келелі келешегі үшін жан алысып жан беруге дайынбыз. Айында араласпаса ағайын жат, жылында хабарласпаса жекжат жат. Ер жетіп қалған ініміз ағаларының да үй ішімен қоян-қолтық араласып таныссын. Ет бауырларына жат боп кетіп жүрсе, естіген құлаққа да жақсы емес, деп әкелерін тығырыққа тіреді. Жақып сонда да сылтау айтып, Жүсіпті жібермеудің жолын іздеді. Бірақ шалалығы кетсе де, балалығы қалмаған Жүсіпті желік қысты. Ол да әңгімеге араласып, әке, туған бауырларыма неге жібермейсіз? Ол жақта аңға шығып, мал бағып, садақ атып, көкпар тартып, тай жарыстырып қайтар едім. Үйде жатып зеріктім. Бір жолға жіберіңізші, деп жалынып отырып алды. Жақыптың жібермеске амалы да қалмады. Қамыққан күйде.
Әй балалар, бір Аллаға аян. Жүсіп ботам көзімнің нұры, көңілімнің қуанышы, жанымның демеуі, өмірімнің жебеуі еді. Қартайғанда одан айырылар болсам, өзімді мәңгі бақи кешірмеспін, деп кемсеңдеді. Ағалары да жан-жақтан жамырап, ағасы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды. Біз тірі тұрғанда оның тырнағы тұрмақ, бір тал шашы да түспейді деп мақтанды. Жақыптың 10 перзенті шетінен сен тұр мен атайын дейтін батыр еді. Біреуі ұрандап жауға шапса, адам тұрмақ аңның жүрегі жарылып өлетін. Екіншісі атқан оғы жүзіктің көзінен өтетін мерген. Енді біреуі ат үстінде шауып келе жатып, түйенің құмалағын іліп түсер найзагер еді. Бір ұлы аты шулы сайыскер, қос қылышын жалаңдатып ойнағанда жүзінен от шашады. Айтып айтпай не керек, бұл төңіректе Жақыптың 10 ұлына тең келетін батыр жоқ. Олардың қонысына залымдар тісін, дұшпандар тізесін батыруға дәті шыдамайды. Осындай нығметтер Жүсіптің де көңілін өсіретін. Ол бірде ағаларының күшіне тамсанып тұрып, ағасы бардың жағасы бар деген осы шығар. Мынадай ағасы көп адамға Құдай не керек деп астам сөйлеп қойды. Ағаларының алдауы. Жүсіп аңға шығар күні әкесі түнімен көз ілмей, оның ай дидарына тоймай еміреніп иіскеп шықты. Ертесіне ұлын шомылдырып, кекілін тарап, тұлымшағын желбіретіп, ең жақсы киімдерін кигізіп, ағаларына қосып, қырдағы малды ауылға шығарып салды. Өзі бір қырдың үстіне шығып, көзден таса болғанша баласынан көз алмай қарап тұрды. Жаратқанға жалбарынып, Жүсіпті бір Аллаға тапсырды. Жақыптың үлкен ұлы Рәбіл Жүсіпті мойнына мінгізіп, біраз жерге дейін ойнатып барды. Сосын Жақуда, одан соң Шамғұн үйден алыстап кеткенше қолдан қолға түсірмей кезек-кезек көтеріп жүрді. Алыстадық дегенде барып, қаскөй пиғылын көрсетіп бастады. Шамғұн: «Ей Жүсіп, сен не, жайлауға дейін мойнымызға мініп бармақпысың? Аяқ қолың бар, өзің жүр», деп 7 жасар баланы алдыға салып қуалады. Жүсіп не боп не қойғанын түсінген жоқ. Ыстық күнде тікен қаптаған құм далада жалаң аяқ, жалаң бас, жаяу жүруге мәжбүр болды. Қарны ашып шөл қысты. Ас ауқат ағаларында еді. Олар нәр татырмады. Әр ағасына бір жалтақтап сусырады. Олар түсіңде көрген бәйтеректі саяла деп мазақ қылды. Нан сұрап еді. Түсіңдегі қамқоршы ай мен күннен сұра деп әжуалады. Жол азабын бір көрсе, ағаларының қорлығын екі көрді. Ерні кезеріп, маңдайы тершіп, балтыры талды. Жүруге жарамай еңбектеп барып құлады. 10 ағасы Жүсіпті қоршап алды да сөздің ашығына көшті. «Әкеміз сені нағыз пайғамбардың тұқымы деп айтады. Пайғамбар Тәңірдің досы емес пе? Өлім досты досқа апарып жалғайтын алтын көпір деген. Уақыт оздырып қайтесің? Ана дүниеде күтіп отырған ұлы досыңмен неге тезірек қауышпасқа?» деп көздерін алартқан кезде Жүсіптің жүрегі аузына тығылды. Шошып кетіп, ең үлкен ағасы Рәбілдің аяғына жығылды. «Ағатай, әкемнен соң арқа сүйер асқар тауым сен едің. Мені құтқара көр», деп жалынды. Рәбіл: «Әй, сен түс көрікші едің ғой. Түсіңде бұл ажалдан аман шығудың жолын ешкім айтпады ма?» деп мазақтады. Жүсіп Шамғұнға жақындап еді. Ол аяғымен әрі аунатып итеріп жіберді. Ол енді Жақуданың алдына еңбектеп келді. «Ағатай, жаның ашысын, үйдегі ең мейірімді жан сен едің ғой. Мына бәледен құтқар», деп зар иледі. Інісінің көз жасы Жақуданың жүрегін жұмсартты. Ол бауырларын райынан қайтармақшы болып: «Жүсіпті өкпеге қисақта, өлімге қалай қиямыз? Мұндай зұлымдыққа қолымыз қалай бармақ? Ол да бауыр етіміз ғой, пайғамбардың тұқымы. Ертең қияметте Тәңір алдында барғанда не жауап береміз?» деді. Мына сөзге Рәбіл мен Шамғұн ашуланып: «Ей Жақуда, сен өйтіп құбылма. Жүрегің езіледі екен, неге басынан айтпадың? Әлде ақиретің енді есіңе түсті ме?
Қайталанған дерт жаман, қайта бұзылған серт жаман. Жүсіптің көзін жоямыз деп келістік пе? Сертіңде тұр деп Жеки сөйледі. Олардың көздері қызарып, беттері түтігіп кетті. Алған бетінен қайтар түрі жоқ. Жақуда мойынға қан жүктегісі келмей, Жүсіпті тағдырдың тезіне салмақ болды. Ол, әй бауырлар, інісін кескілеп өлтіріпті деген ат жаман. Жақын маңда Нұх пайғамбардан қалған 40 құлаш құдық бар. Оны бір заманда Нұхтың үлкен ұлы Сам қазған еді. Суы ащы болғасын қараусыз қалып кеткен. Қазір оның іші бақа шаян құрт құмырсқаның мекеніне айналған. Аяқ қолын байлап сол құдыққа тастайық. Қолды қанмен былғап қайтеміз деді. Бәрі бұл ұсынысты қош көрді. Жүсіптің бар киімін сыпырып алып, шыңырау құдықтың басына дедектетіп сүйреп әкелді. Жүсіп, тым болмаса жейдемді қалдырыңдар. Тірі жүрсем, әуретімді жабар, өлсем кебінім болар деп жалынды. Ағалары сөзіне құлақ салмады. Аяғына арқан байлап құдыққа түсіре бастады. Ортасына жеткенде Рәбіл, талқаның таусылмаса табытқа да түспессің деді де, арқанды кездігімен қиып жіберді. Осымен іс бітті. Жүсіптің шыңғырып жылаған даусы құмығып барып, мүлде естілмей кетті. Ағалары аттың басын кері бұрып, ауылға қарай шаба жөнелді. Құдыққа тастау. Жүсіп ойбайлаған күйі басымен төмен қарай құлдилап бара жатты. Енді бір санаулы сәттен соң бас сүйегінің тасқа ұрылып, мылжа-мылжасы шығары анық еді. Саналы ғұмыры көз алдынан зымырап өте жөнелді. Зәресі ұшқаны сонша, уа тәңірім, жар бола көр деп жан жүрегімен, жұлын жүйкесімен ышқына шыңғырды. Осы сәтте тәңірісі періштесіне, әй Жебірейіл, Жүсіпті қағып ал, басынан бір тал шашы түспесін деп әмір қылды. Жебірейіл мамық қанатын төсеп, Жүсіпті кірпік қаққанша қағып алды. Құдықтың түбіндегі қотыр тастар дереу жұмсақ топыраққа айналды. Топырақтан заматта жұпар иісті гүлдер өсіп шықты. Құйрығынан жарық шашатын қоңыздар пайда болды. Шыңыраудың іші жап-жарық нұрға айналды. Періште Жүсіптің жалаңаш денесіне жұмақтың жып-жылы жібек көйлегін кигізді. Құдықтың түбінде жылтырап бұлақ ағып жатқан. Суы жарамсыз ащы еді. Періште Кәусар бұлағынан бір тамшы су тамызды. Сол ақ екен, бұлақтың суы бал татып сала берді. Жүсіп шөлін басып, есін жиды. Жүрегі әлі де болса дүрсілдеп соғып тұр еді. Қарны шырылдады. Хақ тағала, менің досыма сәлем беріп тағзым етіңдер деп құдықты мекендеген барлық құрт құмырсқа бақа шаянға әмір етті. Олар індерінен шұбырып шығып, Жүсіпке ізетпен сәлем берді. Әміріңе құлдық, алдияр тақсыр, не бұйырасың, деді басын иіп. Осылайша Жүсіптің құдықтағы хикметті өмірі басталды. Құмырсқалар құнарлы дән тасыды, құстар төбеден жеміс жидек тастады. Баланың көңілін аулау үшін жылан мен бақалар неше түрлі өнер көрсетіп, би билеп ән салатын. Жүсіп құдықта жатып зерікпеді. Есесіне иманын жаңалады. Жомарт Алланың өзіне назары түскенін анық ұқты. Көкірек көзі ашылып, ақыл есі толысып, ой толғамы пайғамбарларға ұқсай бастады. Ол осы нығметтерге шүкір етіп, сахар мен намаз шамда Алланың есімдерін ұлықтап, зікір айтуды үйренді. Бір күні Жебірейіл періште келіп, әй Жүсіп, сүйінші, Жаббархақ саған пайғамбарлық дәреже сыйлады. Алмақтың да салмағы бар деген. Ағаларыңнан қорлық көрсең де, тәңіріңнен тарлық көрмедің. Бұл жерде неше жыл жатарыңды бір Құдай өзі біледі. Хақтан үмітің үзілмесін. Малғұн сайтан ғана Алладан үмітсіз. Барға қанағат, жоққа сабыр етесің, деді. Әкесіне естірту. Ағалары Жүсіптен құтылған соң бір лақты бауыздап қанын інісінің жейдесіне жақты да ауылға тіке тартты. Жақуданың барғысы келмей, мен осында бірнеше күн қалып
құдықты күзетейін. Су іздеген керуен жолығып, оны қапастан шығарып алып жүрмесін. Әкеміз мені сұраса, қасқырдың соңынан қуалап кетті деп айтасыңдар, деді. Әсілінде Жақуданың інісіне жаны ашып, ет жүрегі езіліп тұрған. Бауырлары кеткен соң інісін құдықтан шығарып алуды ойлаған. Рәбіл оның қулығын сезіп қойды. Ей оңбаған, айлаңды бізден асырып, қулығыңды жасырып, Жүсіпті құтқарып алмақпысың? Әкеміздің алдында бізді қара бет қылып, өзің сүттен ақ судан таза болғың келеді. Тапқан екенсің ақымақты. Бөлінбей бірге барамыз, деп оны еріксіз ертіп алды. Кеш қарайған шақта олар ауылдың шетіне елінді. Ағалары бірінен соң бірі дауыс салып жоқтау айтып кірді. Бауырым-ай, бауырым, інім-ау, інім, ботам-ау, ботақаным, құлыншағым, құлыным. Өкірген дауыстар ауылды азан-қазан қылды. Жүрегі бір жамандықты сезгендей әкесі жол қарап отырған еді. Әкетай-ау, қапыда інімізден айырылып қалдық. Бізді қара басты, Құдай төбемізден ұрды. Жүсіпті жалғыз қалдырып өріске кетіп едік. Қайтып келсек, інімізді аш қасқырлар талап кетіпті. Бауырым-ай, бауырым, оны жегенше бізді жесе болмай ма? Інімізден қалған жалғыз белгі мынау, деп қызыл ала көйлекті әкесінің алдына тастады да, бастарына топырақ шашып, шаштарын жұлып отыра берді. Жақыптың Жүсіпті іздеуі. Жақып қаралы хабарды естігенде есі ауып жығылды. Балалары басына жастық қойып, су шашып, айналшақтап жүр. Әкесі сәл ес жиғанымен қайтадан талып түседі. Ауыр қаза өзегін өртеп жібергендей болды. Жүсіптің көйлегін сипап, еміреніп иіскеді. Ботасынан айырылған боз маядай боздады. Көзінің жасы сел болып, селдір сақалын жуып кетті. Кенет секем алып селк етті. Жүсіптің жейдесі қан болғанмен дал-дұлы шығып жыртылмапты. Көзінде жылт еткен үміт пайда болды. Есін тез жинап, жейдесін жыртпай жейтін болғандай қасқыр. Бөрме әлде перме? Жыртқыш жеген болса, киімі неге бүтін, деп ұлдарына оқты көзін қадады. Олар не дерін білмей қатты састы. Әркім әрдеңені айтып сандырақтап кетті. Мың жерден қиыстырса да қиюы келмеді. Жақып сенбеді, ұлын іздеп жолға шықты. Боз қырларды 7 күн, 7 түн кезді. Арқа еті арша, борбай еті борша боп қажыды. Айналайын ботамай, көзімнің қарашығы құлынымай, жүрегімнің миуасы, шекер тілім, сөйлер сөзім өзің едің. Жүзіме күлкі ұялатқан тәтті қылығым едің. Хәлің нешік? Ағаларың сені қай дарияға ағызды екен, қай құдыққа тастады екен? Әлде ит құсқа жем болып көмусіз қалдың ба? Деп зар еңіреді. Жақыптың жоқтауын естігенде аң құс, құрт құмырсқаға дейін қосыла егілді. Періштелер оның аянышты хәліне шыдай алмай, Алланың дәргейіне құлады. Жақыпқа рақым қылуды сұрады. Тәңірісі Жебірейілге: менің досымды жұбат, сабыр қылсын, деп әмір қылды. Жебірейіл сол мезетте қасынан табылып: әй Жақып, тағат қыл, Тәңірдің сырын пендесіне білу бұйырмаған, Құдайдан үмітіңді үзбе, деді. Жақып: ұлымнан хабар бер, не тірісін, не өлісін білейін. Өмір бақи көрмей кетсем де, тірі екенін біліп, тілеуін тілеп, дұғамнан тастамай отырайын, деп жалынды. Бірақ Жебірейіл сырды ашпады.